Саламатсыздар ма ustozlar? Бүгінгі коучингімізге қош келіпсіздер. Коучингте белсенді қатысып, өздеріңізге пайдалы ақпарат алады деп ойлаймын. Қазір коучингті бастамас бұрын сіздерге кішкене серпіліс айтып болсын. Алдарыңызда қағаз бар. Егер де сіздер оң қолмен жазатын болсаңыздар, сол қолмен жазасыздар. Қазір мен тапсырмам. Ал егер сол қолмен жазатын болсаңыз, онда оң қолда аласыздар. Керісінше, шарт бойынша сіздер жақсы. Ал декарасына ятысы көрсет. Күшті, көңілге жақсы екен. Рахмет. Ал жинақанысы көрсет. Керемет, жақсы. Жаңа бөліс алып бапты керемет. Тағы, айтыңыз, неге мұндасыңыз? Ağzın dengeliğine tavsırmanı жақсы орындайды. Құс аспанда жақсы ұшады, суда жүзе алмайды. Ат суда жүзе алмайды, шабады жақсы, жерде жақсы жүреді. Керемет. Яғни, бәріміз данышпан қарасақ, ол өзін ақымақпын деп ойлайды, себебі ағашқа өрмелей алмайды, бірақ суда оған жететін жоқ. Сол сияқты бізде балыққа, біз балыққа ағашқа өрмелеуді талап еткенде дейді, оқушыдан да сондай бір нәтиже күтеміз. Осы жерде біз нені ескермейміз? Оны қалай оқитынын біз ескермейміз. Ол үшін өзіміз қалай оқитынымызды біліп алуымыз керек емес пе, иә? Өзіміз қалай оқитынын білсек, біз баланың да қалай оқитынын сезе аламыз. Енді біз қазір өзіміз қалай оқитынын анықтау үшін VAR моделі бойынша тест тапсырамыз. Алдарыңызда стикерлеріміз бар. Сол бойынша жағдай берілген сіздерге. Соның ішіндегі ең жақын А, Ә, Б, В деп таңдайсыздар. Кейін соңында жауабын шығарамыз, иә? Дайынсыздар ма ручкаларыңыз? Соған белгілесіңіздер. Бірден көресіз. Виталь скалада керекті жерді қалай іздейсіз? Яғни картаны қолданасыз ба? Мекен-жайдың жазбаша мәтінін оқып сол бойынша барасыз ба? Жоқ, адамдардан сұрайсыз ба? Картасы өзіңіз интуицияңыздың осы жақта шығар деп кете бересіз ба? Белгіледіңіздер ме? Ал онда келесі. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз. Визуал бойынша айтатын болсақ, біз жаңағы визуал оқушыны анықтайтын болса, визуал оқушы қандай бола алады? Визуал оқушы көбіне жаңағы диаграммалар, нақты көрсеткіштер, нақты сапалы құрамды визуально көргенде ғана түсіне алады оқушы, визуал оқушы. Және олар көргенін конспектировать еткен жақсы көреді. Үнемі конспект жазып, оны белгілеп қойып, маркермен визуал тұрғыда өзімді сипаттап тұрмын да қазір. Әрбір конспектте жазғаны, мынаны білу керек дегенді түртіп маркерлермен сызбалап отырады. Сонымен қатар визуалдар презентация арқылы түсіндіргенді қатты ұнатады. Есту арқылы қабылдаушылар. Яғни бұл жерде бірінші мұғалімнің түсіндіргенін, дәрістерді және аудио жазбаларды мұқият тыңдайды. Оқушы бірінші есту арқылы болғаннан кейін жақсылап тыңдап алады. Одан кейін жаңа тақырыпты біреумен пікір таластарға қатысқанды жақсы көреді. Дебаттарға қатысқанды жақсы көреді. Тыңдамалар арқылы осы жаңадегі тыңдағаннан көрі өзі оқығанды жақсы көреді. Сол арқылы өзі түсінеді. Ана Блум таксономиясында бар ғой. Өзі оқыса, бұл миында 90% біреуге түсіндіру арқылы көзіне елестетеді не оқығанын. Қозғалысты сезіну арқылы қабылдаушыларға айтамыз кинестетикте. Бұлар бас артықшылығы да бар, кемшілігі де бар. Бұндай адамдар негізінде бұл топқа жататын адамдар аз сөйлеп көп жұмыс жасайды. Қорғау. Осы бойынша қазір сіздер енді визуалдарға арналған тапсырма жасайсыздар, сіздер аудиалар, сіздер оқу жазу, сіздер кинестетикке арналған бір тапсырма. Оқумен жазу, яғни бұл жерде оқушы барынша мәтінді оқу арқылы ақпаратты жақсы танитын болатын болса, біз осыған қатысты тек ақпараттарды жаздық. Мысалы үшін атмосфераны қорғау үшін, яғни атмосфераны ластауының себептерін жазамыз. Яғни бала мәтін арқылы оқиды. Қорғау біз енді практикаға жақын болған соң
балдарды көшеге алып шығып мусорды тазалап кейін ағаш екеу арқылы солай қосыламыз. Іс жүзінде оны теорияда практика жүзінде көрсетеміз дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Оқушылар болады, көрген кезде біз алдымен видеоролик көрсетеміз. Видеоролик көрсеткенде олардың есте сақтап қалады, қандай видео көріп жатқанын, ол жерде қандай экологиялық және қоршаған орта туралы көріп жатқан олар есінде сақтап қалды. Сол кезде жаңа тақырыпты біз ашып алуымызға да болады. Қоршаған ортаны қорғау туралы тақырыбымыз екен. Бізде аудиалды арқылы біз осы мәтінді тыңдатамыз. Диктофон арқылы да ол мәтініміз 30-60 секунд болады да. Ол мәтіннің ішінде қоршаған орта, орманды қорғау, суды ластау туралы болады, ағаштар туралы. Бір сыныпта тыңдатамыз, бірақ 3 топқа бөліп, сендер ал енді тыңдағандарыңды, сен орман туралы, сен суды ластау туралы, қоршаған орта, ағаштар туралы өздерің айтыңдар деп ауызша Тапсырма береді. Олар көп жағдайда түсінгенін қағазға түсіруге қиналады и сөзді көп бөледі. Түсінгісі келеді, тыңдағыш сұрақтар көп қояды. Ал аудиалдар енді мәтіндерді оқу және қандай визуалдық сөйлеуде енді аудиалдарға подкаст немесе дебат ұйымдастыруға болады деген тапсырма беруге болады, иә? Біз бастауыш тақырып кете беруде. Оқу жазу, оларға енді өздеріне лайықты қиындау тапсырмада беруге болады. Олар өзінің бәрін ағашанда алады ғой, олар оқығанды жақсы түсінеді немесе оларға нақты ұсыныс жазуға, ұсынысты соларға жаздыруға болады. Алдарыңызда қағаздың арқасында да бар, мына жерде телефондарыңызбен не аласыздар да кіріп маған кері байланыс бересіздер. Бүгінгі коучинг бойынша